Сөздік дәптеріңізге дәл осылай қылып көшіріп жазып алыңыздар. Бірінші жағы біздерде муфрад, яғни жекеше, ортасы жама, көпше түрі, үшіншісі біздерде аудармасы. Усротун, усарун, отбасы. Джаддун, әждадун, ата. Джаддатун, джаддатун, әже. Суратун, суарун, сурет. Мәшә Аллах. Тура аудармасы, егер Аллах қаласа, көбінесе таңғалғанда айтылатын сөз. Мән, кім? Муаллимун, муаллимунун, мұғалім. Валидун, әке. Валидатун, ана. Ибнун, әбнаун, бала. Ибнатун, бәнатун, қыз. Расулун, русулун, елші. Шәжаратун, әшжарун, ағаш. Аммун, аъмамун, көке, әке жақтан. Амматун, амматун, әпке, әке жақтан. Әзанун, азан. Әкбару, ұлық. Илә. Жұрнақ жалғау. Ға, ғе, да, де. Әйнә, қайда? Хаммамун, хаммаматун, көгершін. Әл-фәджру, таң намазы. Әз-зухру, бесін намазы. Әл-асру, екінті намазы. Әл-мәғрибу, шам намазы. Әл-ишәу, құптан намазы. Ғурфатун, ғурафун, бөлме. Фи, жұрнақ жалғау, бір нәрсенің ішінде. Даде, тате. Құр'анун, құран. Мәсджидун, мәсәджиду, мешіт. Мусалла, намаз оқитын жер. Миътафун, маатифу, пальто. Назаратун, назаратун, көзілдірік. Хәйя бина, кеттік бізбен. Хәйя, кеттік. Вәләдун, әуладун, бала. Я, шақыру белгісі. Вахидун, бір. Иснайн, екі. Сәләсә, үш. Арба'a, төрт. Хомса, бес. Ситта, алты. Сәба'a, жеті. Сәмәния, сегіз. Тис'a, тоғыз. Ашра, он. Китабун, кутубун, кітап. Дәфтәрун, дәфәтиру, дәптер. Қаламун, ақламун, қалам. Бәйтун, буютун, үй. Етістіктерді бөлек дәптерге көшіріп жазыңыздар. Бізде етістіктер бөлінеді өткен шақ болып, және осы шақ, бұйрық шақ, сөздің түбірі және сөздің аудармасы. Мысалға, оқу деген сөз. Қара'a, ол оқыды. Яқрау, ол оқып жатыр. Иқра, оқы. Қираатун, оқу. Дәрет алу сөзі. Тәвәдда'a, ол дәрет алды. Ятәвәддау, дәрет алып жатыр. Тәвәдда, дәрет ал. Тәвәддуун, дәрет алу. Намаз оқу. Салла, ол намаз оқыды. Юсалли, ол намаз оқып жатыр. Салли, намаз оқы. Салатун, намаз.